Кайырлы күн, құрметті менің жанашыр оқырмандарым, қайырлы күн, құрметті менің бизнес әріптестерім. Мен сіздерменен осы видеом арқылы жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Мен сіздердің денсаулықтарыңыздың мықты болуын тілеймін. Менің бүгін ең бірінші видеом, яғни тяньши шай деп аталады. Мынау шай, осы шай жөнінде мен видео түсіруді, видеомды сол осы шайдан бастауды жөн деп санадым. Бұл тяньши шайы, яғни осындай міне қараңыздар, ішінде пакетиктер болады. Осындай пакетиктен 40 пакет болады. Бұл шай неге адамға яғни көмектеседі? Міне қараңыздар, мен өзіме жасап қойдым. Яғни осыны мен ішемін. Бұл не үшін бізге қажет? Сол турасында мен айтып өтуді жөн деп санап отырмын. Бұл шай, яғни организмімізге өте қажетті, біздің тоқшегімізді тазалауға арналған шай деп айтсам болады. Бұл шайдың құрамы 6 түрлі шөптерден жасалған, қасиетті шөптерден жасалған, Тибет тауында өсетін шөптерден жасалған, 6 түрлі шөптің қосындысынан жасалған шай. Бұның ішінде 40 пакетик болады. Яғни бұл қандай ауруларға ем деген сұрақтарыңыз болатын болса, сол сұрақтарға жауап ретінде мен айта кетейін. Ең бірінші, бұл жоғары давлениені төмен қарай түсіреді. 240, көп адамдар осы жаз мезгілінде 240-250 давлениемен жүреді. Сол давлениені төменгі кәдімгі норма қалыпқа келтіреді. Екінші, бізде төменгі давлениені 90-да 60-пен жүретіндер болады, 100-де 60-пен жүретіндер болады, кейде 80-де 60-пен жүретіндер болады мысалға да. Сондай төменгі давлениелерге бұл өте жақсы көмектеседі. Яғни сол төменгі давлениені жоғары нормализовать етіп, 120-да 80 давлениеге келтіреді. Бұл жалғыз давление ғана емес, сол екінші қасиеті бізде тоқшекті тазалауға қатты көмектеседі. Сонан кейін бізде инфаркт болады. Осы жаз мезгілінде көп естіп жатамыз да, бізде жүрегінен кетіп қалыпты, жүрегі тоқтап қалыпты, болмаса түнде ұйықтағанда оянбай қалыпты деген сияқты. Яғни кислородтың жетіспеушілігінен болатын барлық аурулардың бірден бір емі, инфаркт, инсульт, басымыздағы қан тамырының тромбо болуы, барлық жүректегі тромбо, аяқтағы тромбо, көбісі варикоз болып жатады. Енді барлық аурулардың бірден бір емі осы антилепидный чай. Яғни осылай қылып сіздер бір несін демдеу арқылы, міне көріп тұрсыздар, мен бір мынадай несін демдеп жатырмын. Іші осындай кішкентай ғана пакетик. Сол пакетикті бүйтіп осылай жауып 15 минутқа қойып, яғни керекті, біздің организмімізге керекті барлық витаминдердің бетіне шығуын біз күтетін боламыз. Сосын бұны через медленный глотком біз ішетін боламыз. Жаңағы жаймендеп ұрттап біз ішуіміз керекпіз. Ұрттап ішу деп отқанымыз не? Барлық біздің оң ішімізден бастап 12 ішекке дейін өзінің уақытысында, өзінің мөлшерімен бару үшін біздер неғыламыз, ішіп отыратын боламыз. Яғни осындай 3 пакетик ішінде мынаның коробкасын қарап тұрсыздар, 40 штук бар. Осының ішінде мен новый коробкасын сіздерге көрсетіп отырмын. Соның іші мынадай. Яғни осындай неден біз күніне 4 пакетті ішуіміз керек болады. Яғни бұл деп отқанымыз не? Бұл деп отқанымыз организмімізді
не шлактардан тазалаймыз. Қай жердегі шлак болмасын, сіздің қан тамырыңыздағы шлак па, сіздің варикозсыз ба, может сізде бүйрегіңізде шлак бар ма, соның барлығын организмде қай жерде шлак тұр өзі тауып алып, кіші дәретпенен неге құм болса бүйрегіңізде, тас болса, соның барлығын кіші дәретпенен ұнтап, тас болса ұнтап, құм қылып, оны өзі жұмыстанып, сіздің неңізден кіші дәрет арқылы денемізден біздің шығарып тастайды. Сонан кейін бұның өте бір жақсы қасиеті, менің өзімнің бойымнан алған, яғни өзімнің нәтижемде айтайын, осы антилепидный чайды мен үнемі күнделікті ішіп отырамын. Осындай жаңа көрсеткен кружкамен 3-4 кружка, 5 кружкаға дейін мен кешке дейін ішіп отырамын. Мен напитка ретінде орнына өте жақсы көмектеседі. Сіз жазда көп адамдар терлеп жүретін болады. Сосын бізде денемізден қолайсыз истер шығатын болады. Яғни аузымыздан да шығады, асқазанның дұрыс жұмыс жасамауынан, денемізден де шығады. Мысалға да, оны қыз-келіншектер біледі, біз не істейміз? Дезодорант себеміз, барлығын себеміз. Яғни ол не үшін шығып жатыр ол иіс? Сіздің организміңіз шлактанған деген сөз. Ал егер осы антилепидный чайды сіз күніне мынау 4 пакетегін ішетін болсаңыз, бір айда упаковканы тауысатын болсаңыз, 10 күнде бұның ішінде негізі 40 пакетик бар. Сол 40 пакетикті 10 күнге арналған, негізі өзінің ішу тәртібі 10 күнге арналған, күніне 4 пакетиктен біз тауысып отыруымыз керекпіз. Барлық давление болғыңыз келмейді ма? Төменгі давлениені қалыпқа келтіргіңіз келеді ма? Бүткіл шлактағы организмдегі шлактан арылғыңыз келеді ма? Сіздің бойыңызда бәлкім хронический усталость бар шығар. Азанда оянған кезде сізде жаңағы шаршап тұратын шығарсыз, я? Қанша дәрежеде сіз неше сағат ұйықтасаңыз да, көп адамдардың ұйқысыздық несі көп болады да, яғни ұйқысы қанбай тұрады. Сол ұйқының қануына, ұйқы безінің жақсы жұмыс жасауына, жүрек қан тамырларының осы жаз айларында өте жақсы жұмыс жасауына өте керемет көмектеседі. Бар болғаны осындай кружкаменен күніне 4 пакетикті бөліп, мынандай пәрнекке қойып қоясыз, пәрнекке саласыз. Пәрнекке 2 несін салғаннан кейін, тағы да түстен кейін 2-ін салып, күніне 4 пакетегін сіз аяқтап отыратын болсаңыз, сіздің организміңізде ешқандай шлак қалмайды. Сіз 5 жыл өміріңізді ұзартуға мүмкіндік аласыз. Қараңызшы, мына шай өте керемет шай. Ішінде айтып отырмын ғой, барлық ауруларға ем. Бұл шайды сіз 7000 теңгеге сатып аласыз. Сіз 7000 теңгеге сатып алу арқылы не аласыз? Сіз алдағы 5 жыл өміріңізді сіз инфаркт болмайсыз, инсульт болмайсыз. Жаңағы сіздің аяқ астынан келетін, әрине ажал айтып келмейді, но бірақ соны бар ауруды, яғни сізді күтпеген жерден мазалауын тоқтатасыз. Бізде организміміз тоқсүйекті тазаласақ, біз 70% организмімізді неғылады екенбіз, денсаулық алады екенбіз, организміміз жасарады екен. Сонда сіз қарап отырыңыз, күніне 4 пакеттік шайды ішу арқылы сіз мынаны 10 күнде тауысады екенсіз. Bir айда сізге сонда осындай шайдан 3 упаковка шай керек екен. Bir антилепидный чай деп отқанымыз 9 гематеза, яғни біз неге дәрігерге барғанда жаңағы барлық қидыратын дәрілер бар ғой, соның орнын ауыстырады. Яғни барлығын организмге күш береді.
витамин береді, тазалап отырады, керекті витаминдерді алып қалып, керек емес шлактардың бәрін өзі жұмыстанып отырады. Сонда сіз қараңыз, 21.000 теңге ақшаменен 21.000 теңге ақшаменен сіз алдағы 5 жыл уақытыңызды, 5 жыл өміріңізді қамтамасыз етесіз. Құрметті әріптестер, құрметті менің жаңа осы каналыма келіп тіркелген оқырмандарым, 7.000 теңгеге өзіңіздің денсаулығыңызға вложение құю арқылы сіз өз өміріңізді қамтамасыз ететін боласыз, өз денсаулығыңызды қамтамасыз ететін боласыз. Сіздің, ұмытпаңыз, сіздің тоқшегіңіз таза болса, сіздің өмірге деген көзқарасыңыз басқаша болады. Сіздің 70% организмдегі денсаулығыңызды алатын боласыз. Біздің 70% денсаулығымыз тоқшегіміздің таза болуы екен. Бұл именно жаз айының өнімі. Жаз айында біз суды көп ішеміз. Суды көп ішудің орнына 0,5 баклажканы алып, соған давлениесі жоғары адамдар ыстық күйінде құйып алып ішіп жүрсе болады күндіз. Біз енді үнемі көп ақшаны біз жазда суға жұмсаймыз, Мен өзім сондаймын. Жаз айларында, яғни июль, август айында менде көп ақша суға кетіп қалады. Сол суға кететін ақшаның орнына осы антилепидный шайдың 0,5 баклажкаға құйып, всегда сіздің жаныңызда жүретін болса, сізде ешқандай тромбы болмайды. Сіз, яғни сіздің үстіңізден қолайсыз иістер, аузыңыздан қолайсыз иістер шықпайды. Осы шайды алып, денсаулықтарыңызды жөндеп, жақсы шешім қабылдайды деген ойдамын. Алдағы уақытта тағы да керемет видеолармен мен бөлісетін боламын. Сол видеоларды көріп отыру үшін сіз не істеуіңіз керексіз? Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетуіңізді мен сұраймын. Келесі видеоларда, құрметті әріптестер, құрметті менің жанашыр оқырмандарым, келесі видеоларда жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Өз денсаулықтарыңыздың өздеріңіздің қолдарыңызда екен. Ұмытпағандарыңыз абзал. Рахмет тыңдағандарыңызға.